Онынчы сынып қазақ әдебиеттану бірінші сабақ. Сабақтың тақырыбы «Лай суға май бітпес, қой өткенде ойлану». Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау. Бағалау критерий әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдайды. Абай үшін дүниенің басты құндылығы адам, жай ғана адам емес, рухани тұрғыда кемелденген толық адам. Бір мың 895 жылы Абдрахманның өліміне байланысты қайғы мұңға бату үстінде Абай дін мәселесі мен адамның жаратылыс сыры турасындағы тақырыптарға екі өлеңмен соғып өтеді. Бұның біреуі ақынның нанымын аңғартқандай, лай суға май бітпес деген өлеңі. Лай суға май бітпес қой өткенде, күлеміз қасқыршалап төніккенде, сол қасқырша алақтап түк таппадым, көңілдің жайлауынан ел кеткенде. Бергенде тәңірім саған өзге туыс, қыласын жер жаһанды бірақ уыз, шарықтап шар тараптан көңіл сорлы, таппағай бір тиынлық неткен қуыс. Күні түні ойымды бірақ танып, өзіне құмар қылған оның әмірі. Халиққа махлуқ арқылы жете алмады, ойымен білген нәрсені жарады ақыры. Өзгені ақылға қондырады, біле алмай бар тәңірі болдырады. Ауыр ұйықтап көзімді ашсымен, алқынып тары да ойлап, тары зор қылады. Көңілге шек шүбәлі ой алмаймын, сонда да оны ойлана қоямаймын. Ақылдың жетпегені арман емес, құмарсыз құр мүгілуге қоямаймын. Мекен берген халық қылған олайлы баққан, төп иесінің көксіне болам екен, және оған қайтпақсын оны ойламай. Өзге мақсат ақылға тоям екен, өмір жолы тар, соқпақ бір еген жоқ, өлтейіп екі басын ұстаған жоқ. Менің қолда тыйнақ тегістік жоқ, құлап кетпей, тура шық көзіңе бақ. Метаноның көкес, лай суға, май бітпес қой өткенде, көкесін сізді қалайтсын сізді, қане бірге ойланайық. Лай суға май бітпес қой өткенде, мысалға, өмірді жай қызықтар әрекетсіз өткізбей, мәнді етіп өткізуі. Рухани қасиеттері сыр танып қана қоймай, қасиеттерге лайық болу. Бірінші тапсырма. Өлең шумақтарындағы ойдың ауысуына назар аударып, мына жолдардағы автор айтпақ болған негізгі ойды анықтап көріңіз. Лай суға май бітпес қой өткенде, күлеміз қасқыршалап өткенде, сол қасқырша алақтап түк таппадым, көңілдің жайлауынан ел кеткенде. Өмірі оңай табылған олжа деп қабылдамай, сый деп қабылдауға, өткінші өмірде нәпсінің азға болмауына, шынайы құндылықтарын ажырата білуге шақырады екен. Өлең шумақтағы ойдың ауысуына назар аударып, мына жолдардағы автор айтпақ болған негізгі ойды анықтап көріңіз. Көңілге шек шүбәлі ой алмаймын, сонда да оны ойламай қоямаймын. Ақылдың жетегінде арман емес, құмарсыз құр мүгілуге қоямаймын. Салалықты мақсатсыз құр мүгілуді сынайды. Төп иесінің көксіне бола алма екен. Дей тұрып дінге сенудің өзі меніңше ақылды, аналы болу керектігін айтады. Өлең шумағында ойдың ауысуына назар аударып, мына жолдарда автор айтпақ болған негізгі ойды анықтап көрейік. Өмір жолы тар соқпақ бір еген жоқ, өлтейіп екі басын ұстаған қақ. Демек жолда тиянақ тегістік жоқ, құлап кетпей, тура шығып көзіңе бақ. Адамның алдымен өз-өзін тану, жолында сынақтың мүдірмей өтуіне, таңдауына байланысты.
Тура жол адамның тек рухани дүниесімен танылатынын баса айтады. Екінші тапсырма. Өлеңде қозғалған өзекті мәселені анықтаңыз. Мәселені туындау себептерін кемінде 3 түсіндіріңіз. Әр себепті дәлелмен дәйектеңіз. Өз ойыңызды қорытындылаңыз. Негізгі ойға талдау жасау барысында автордың өмір сүрген уақыты, ойлаулары мен қоршаған ортасына деген көзқарасын ескеріңіз. Мысалға, мәселенің себептері, өзекті мәселе, дәлелденген қорытынды, бағалы критерий, өлеңнің композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау жасау. Өлең композициясында өзекті ойды анықтайды. Айтпақ оның себептерін түсіндіреді. Әрбір аталған себепті дәлелдейді, өзіндік қорытынды пікір білдіреді. Автордың өмір сүрген уақытын ортасын ескереді. Жауабын салыстырып көрейік. Ақынның ішкі күйзелісі, санасыздық, шалғайлық, мақсатсыздық, тура жолды табу. Өзекті мәселесі ақынның өз заманындағы адамдардың рухани танымы деңгейіне көңіл толмауы. Дәлелдемелер. Бірінші, ақын сол заманда ұлы дүниеден өткен соң сыр бөліссе ақылды жаны таппайды. Екінші, ақын айналасына санасыз, тәңірім деп өзіне тани алмаған адамдарды сынайды. Үшінші, ақын өмір жолы соқпақтардан тұратынын айтып, тура жолмен жүруді үйретеді. Қорытындыда ақын мұра еткен философиялық ойларды қай заманда да құнды екенін ескерту, тура жолды таңдау екенін айтады. Үшінші тапсырма өзіндік жұмыс. Автордың атынан 20-шы ғасырдағы мамадымды жазыңыздар. Рөл Абай, аудитория 20-шы ғасырдағы форма, үндеу, тақырып өмір жолы тақырыпқа тура жолда мәні-маңыз жас ұрпақ деп жұмыс жасаймыз. Бүгінгі сабақты неге қол жеткіздік? Немен дедік? Өлеңнің мазмұнын таныстық. Өлең композициясы бойынша негізгі ойды таңдап, өз тұжырымымызды білдірдік. Талдау барысында автордың өмір сүрген уақыты мен кеңістігі, қоршаған ортасына деген көзқарасын ескере отырып, ой қорыттық. Қорытынды саяғымызды қорытындылай келе, өмір жолы тарсылыққа бағдар егелді. Көптеген екіласын ұстанымға, демеу жолда тегістік жоқ. Құлап кетпей, тура шық.